Сәлем достар, бүгін біз сіздермен дәмді осындай сочный блины жасайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқаның үстіне шымшым тұзымызды саламыз. Ас қасықпен секерімізді саламыз. Одан кейін сұйық майымызды құямыз. Енді осыны араластырып аламыз. Үстіне жылы сүтімізді құямыз. Енді үстіне аз-аздан ұнымызды салып араластырамыз. Міне осылай пісіреміз. Екінші жағын аударамыз. Міне бүгінгі біздің блинымыз дайын болды. Блиныйдың ортасына салмамызды дайындап жатырмыз. Бірінші жуамызды осылай турап қуырып аламыз. Одан кейін қазір картошкасын салып, фаршын салып қуырамыз. Жуаның үстіне картошкамызды саламыз. Енді осының үстіне фаршымызды салып, үстіне тұзымызды салып, бұрышымызды салып, араластырып қуырамыз. Мінекей біздің блиныйдың ортасына салатын салмамыз дайын болды. Блиныйымыздың ортасына салмасын салып, ораймыз. Міне осылай салып, екі жағын айқастырып осылай жабамыз. Міне бүгінгі біздің блинымыз дайын болды. Ортасы жаңағы фарш пен картошка, жуа. Ортасын кесіп көрсетейін. Міне осындай дәмді, сочный. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер каналым сіздерге ұнаған болса, тіркеліп лайк басып кетіңіздер.